Қыздар, ханымдар, мырзалар, сіздерге айтарым. Осы компанияның осындай мүмкіндігінің барлығы, яғни жаңағы мен айтып отырген миллионнан астық зарплата, премиялар $1000 басталатын, саяхаттар шетелге, қаншама елді жаңағы бесплатно шетелді аралау мүмкіндігі, одан кейін берілетін автомашина, осы мүмкіндіктердің барлығына қол жеткізу үшін ең бастысы әрине бұл рекрутинг дейміз. Рекрутинг дегеніміз бұл адам шақыру. Жазып алыңыздар өздеріңізге. Рекрутинг дегенде естісе, бірден адам шақыру дегенге жаңағы түсінбей жатады. Рекрутинг деген не деп жатады? Ол адам шақыру дегенді білдіреді. Жаңағы айтып жатырмын, сіздерге айтқан, бірақ тікелей эфир қатып қалғаннан кейін естімей қалған шығарсыздар. Осы 2,5 айдың ішінде, яғни марттың 16-сынан бергі басталған карантин уақытында біздерде екі бірдей декретте отырған ана бриллиантовый директор сатысын жаба отырып, компаниядан Toyota машинасын алды. Оның біреуі Ахметова Гүлжихан, менің бриллиантовый директорым, Toyota RAV4 автокөлігін алған. Және кеше ғана тағы да бір декретте отырған ана Ибраева Іңкар деген қызымыз осы Oriflame компаниясынан Toyota 70 автокөлігін алып жатыр. Сондықтан бұның барлығы осы үйде отырып, интернет арқылы ғана, карантин уақытында бәрі де үйде отыр, сол уақыттарда беріліп отырған керемет мүмкіндік. Сол мүмкіндіктерден айырылмай енді сол мүмкіндіктерге жету үшін жұмыстануымыз қажет, Ол жұмыстануымыз үшін не істеу қажет? Сол жөнінде жаңа айтып өтейін. Бүгінгі тақырыбымыз біздің адам шақыру, адам шақырып жаңағы зависает дейді, бәріңізде зависает па, әлде менде ғана, кейбіріңізде ғана ма? Рекрутинг жөнінде айтып өтейік, Ең бірінші компанияда бірнеше рекрутинг шақырудың әдістері бар. Соның бірі ең жаңағы көп қолданылатын бұл таныс адамдарды шақыру дейміз. Яғни бірінші рекрутингтің әдісі бұл таныс адамдарды шақыру. Таныс адамдарды шақыруға келетін болсақ, таныс адамдарды шақыруға келетін болсақ, кез келген новичок, араларыңызда новичок бар шығар, старичок бар шығар, Сіздерге айтарым, сіздер бүкіл таныстарыңыздың барлығын осы Oriflame компаниясына шақырдыңыздар ма? Бүкіл таныс адамдарыңыздың барлығына осы Oriflame компаниясында жұмыс істеп жатырғаны жөнінде айттыңыздар ма? Өйткені неге айтқым келеді, потому что менде де ондай ситуациялар болды. Бұрындары, мысалы, басында ұялып жүріп, айтпай қалған адамдарым маған одан кейін маған емес, басқа біреудің командасына тіркеліп қалған кездер болды. Даже бір болады ғой адамда, бір қойшы, айтпай қойыншы, өзі көріп жүрген шығар, көрген болса өзі келер деген адамдарда болды менде. Даже өзімнің кәдімгідей папамның інісінің қызының өзі, племянницамыз ғой, былай айтқанда, соның өзі басқа біреудің командасына тіркеліп кеткен кездерде болды. И вот сол қателіктер неге? Ол қателіктер себебі мен ол уақытта, яғни адамға жеткізе білген жоқпын, ақпаратты бере білген жоқпын. Сіздерге айтарым, Oriflameға келдіңіз бе? Oriflame компаниясына келдіңіздер ма? Oriflame компаниясының бизнесін жасауға келдіңіздер ме? Жаңа мен айтып өткен мүмкіндіктерге келдіңіздер ма? Онда соған келген болсаңыздар, онда сіз өзіңізде ұялу деген қасиетті алып тастау керексіз адам шақырған кезде, және тәкаппарлық деген қасиетті алып тастау керексіздер. Осы екі қасиетті алып тастамасаңыздар, ол екі қасиет сіздерді алысқа апармайды. Яғни бірінші ұялу дейміз. Ұялғанда енді жай ғана ұялу емес, жаңағы айтып жатады ғой, туысқандарыма айтуға ұялам, мен туралы не ойлап қалады деп жатады, Сол қасиетті алып тастаңыздар дегім келеді. Өйткені сіз сетевойға келдіңіз, сіз сетевойдың мүмкіндіктеріне келдіңіз. Егер сіз ұялатын болсаңыз, сіздің адамдарыңызды ертең басқа біреулер өз командаларын алып кететін болады. Кеше ғана бір қызымның
класстасының мамасы хабарласып тұр, кеше кешкісін жазып тұр. И опять же, өзім сіздерге айтамын ғой, в то же время өзімде де сондай қателіктер болады. Сол қателіктерді көріп, естіп, сосын бар. Сондықтан да сіздерге осы тақырыпта сабақ өткізгім келді. Өйткені менің қателіктерімді сіздер жібермесе екен деген оймен. Сонда сол кісі жазып тұр, енді былай айтқанда кәдімгідей өзіміздің қалада, өзіміздің мектепте оқитын ата-ана ғой, енді ол кісі еще қызымның мұғалімі. Сол кісі интернет арқылы Өскемендегі лидерге тіркелген ғой, интернет арқылы. Сонда айтады, интернет арқылы тіркелдім, сол кісіге жағы инстаграм арқылы тіркелдім дейді. Бірақ Оралдан ешкім жоқ екен дейді. Сізге тіркелсем бола ма дейді. Жоқ, болмайды дедім. Жоқ, болмайды, өйткені ол кісінің командасына тіркеліп қойған. Сіз уже только бір жылдан кейін ғана номер удаления кетеді. Сол кезде ғана сіз мысалы маған тіркеле аласыз деп түсіндіріп айттым. Лучше әрине енді бір бұйырғаны сол болар, сол командада жұмыс жасай беріңіз дедім. Сонда былай ойлап қарасам, ішім енді былай күйдім, потому что қолымда тұрған нәрседен айырылып қалып отырмын да, былай айтқанда. Соны барып, сол кісіні барып басқа біреуге беріп қойып тұрмын. Ал өзіміздің мысалы қаламызда, жан жағымызда қаншама адамдар бар. Сондықтан да сіздерге айтарым, в данный момент Oriflame компаниясына келдіңіздер ма, новичоксыз ба, старичоксыз ба, любой адамның кем дегенде телефон контактысының чаттарында кем дегенде бір 400-500 адам бар. 500 адамның контактысы бар, я. Сіздердің телефон номеріңізді жағы 3 бөлікке бөлесіздер даже, я. 3 бөлікке бөле аласыздар, таныс адамдар өзін. Мысалы, бірінші бөлік ол жақын адамдарыңыз, жақын туыстарыңыз, сөзіңіз жүретін подружкаларыңыз, айтқанда ең жақын деген адамдар. Бірінші бөлік. Екінші бөлік ол қыздар. Мен жерде сабақ өткізіп жатырмын, қай жылғысыз деген сұрақтар орынсыз қазір бар ғой, маған деген неуважение. Мен сабақ өткізіп жатырмын ғой, сіздер менің ойымды бөліп жатырсыздар. Зачем сіздерге менің қай жылғы екендігім? Ол мен үшін бір сынақ, андай адамның бір сынауы болып есептелінеді, қай жылғы екен кісі деп. Зачем сіздер тыңдаңыздар, мен сіздерге жаңағы сіздер зарплатаға шықсын, сіздер доходқа шықсын деп сіздерге сабақ өткізіп жатырмын ғой. Бүкіл возможностьтың барлығына да қаншама маған қарсылықтар болып жатса да, светім өшіп қалып жатса да, бәріне де қарсы тұра біліп, стараюсь сіздерге сабақ бастағаннан кейін өткізуге. Ал сіздер соны тыңдаңыздар. Ойымды бөліп тастап жатсыздар, қыздар, просто. Телефон номеріңізде сақталып тұрған бір 100-200 контакты бар шығар, я. Одан кейін сіздер ата-аналардың чатында барсыз, я. 5 балаңыз болса, 5 баланың чатында барсыз. Соның ішіндегі каждый ата-анаға жаза аласыз ғой, олар да сіздердің адамдарыңыз. Яғни таныс адамдарды 3-ке бөлесіздер, я. Общий таныс адамдарды 3-ке бөлесіздер. Ең бірінші бол дегеніміз жақсы араласатын, сөзін жүретін таныс туыстарыңыз. Екінші бөлік ол орташа былай арасында енді сәлем деп амандасып қоятын, мысалы бір-біріне жазып қоятын болады ғой, сондай адамдар тек сәлем деп қал жағдайды ғана сұрап, ары қарай енді прям сіңісіп араласпасаңыз да, бірақ әйтеуір сәлеміңіз түзу адамдар, я. Үшінші бөлік ол дегеніміз холодный круг дейміз, яғни ол сіздің жаңағы чаттардағы ата-аналар мысалшы, сіз сол ата-аналармен керемет араласпасаңыздар да, но в то же время ол ата-аналармен сіз ол ата-аналармен араласпасаңыздар да, но общий сіздер бір чатта отырсыздар, я. Сондықтан да осы 3 категорияға бөле отырып сіздер жұмыстану керексіздер. Командаларыңызға новичок келді ма? Командаға келген новичоктан айтып отырмын ғой, кем дегенде 500 таныс адам бар. Сол 500 таныс адамына звондауға жіберіңіздер. Телефон шалсын, звондасын. Өзі ең бірінші ол новичокпен сіздер өздеріңіз лидер ретінде онымен жақсылап сөйлесіңіз, компанияның мүмкіндігінің барлығын айтыңыз. Және ол новичокпен сөйлескен кезде сіздер компанияның мүмкіндіктерімен жандыра отыра, ол новичокқа осындай тапсырма беріңіз. Яғни сен жұмысын қазір туыстарыңа звондап
жақындарыңа барлығына звондап шығу. Бірінші күні 5 ең жақын адамыңа звонда. Ол сен подружкаң болуы мүмкін, ол сен бауырларың болуы мүмкін, иә. 5 ең жақын деген адамға звонда. Болады ғой. Бүгін мысалы 5 жақын деген адамға звондау. Және сен өзін ол новичокқа түсіндіріп айту керексіздер. Ол новичокқа. Отказ болады. Яғни сіздер оны отказға дайындау керексіздер. Отказ болады, бірақ сен оған дайын бол. Отказ болды да, болады да, және бар да. Ол ешқайда кетпейді, но сен отказға қарсы тұра білуің керек. Яғни сол кезде ғана сен мықты боласың деп, яғни сол адамды іштей сол отказдарға дайындау керек. Өйткені ол отказ ала бастаған кезде не істейді? 5 адамға хабарласады, 5 адам отказ жасаған кезде новичок не істейді? Новичок сына бастайды. Но менікі ма, но менікі емес па дегенде неше түрлі ойлар кете бастайды. Ал сіздер егер оған алдын ала дайындап, оған поддержка жасап отырсаңыздар, то онда ол кісі уже дейтін білетін болады да, ол отказды алса да ешқандай одан жаман емес екенін, оның лидері да күнделікті отказ алатынын білетін болады, сондықтан да ол кісі уже отказға басқаша қарайтын болады. Сондықтан бірінші күні 5 адамға звондайды, 5 ең жақын адамына звондайды. Екінші күні тағы да 5 адамына звондайды. Ішінде бір подружкалар бар шығар, тағы біреулері бар шығар, иә. Басында, яғни былай айтқанда, самый теплый кругтан бастайды. Ең теплый круг, ең жақын адамдардан бастайды. Бірінші күні 5 адам, екінші күні 5 адам, үшінші күні 5 адам, төртінші күні 5 адам. Солай, мысалы, даже сендегі 200 таныс адамын болса, сен оның барлығын күніне звондай отырып, неше күн уақыт кетеді? 40 күн уақыт кетеді, иә? 40 күн уақыттың ішінде күнде 5 адамға звондап отырған адам 40 күннен кейін мықты болып, қатты болып, жаңағы бүкіл қарсылықтың бәріне кәдімгідей қарсы тұра білетіндей мықты болып шығады. Түсініп отырсыздар ғой, иә? Яғни ол адам уже любой қарсылыққа қарсы тұра алатындай болып келеді. Сондықтан сіздер оны деген дайындау керексіздер. Қазірден бастап соған дайындау керексіздер. Звондасын, сөйлессін, жағы осы методты сіздерге көбірек айтқым келеді. Өйткені таныс адамдарды, именно таныс адамдарға көпшілігі шықпай жатады. Көпшілігі шықпайды. А на самом деле таныс адамдарға егер күнделікті сіздер ақпарат беріп отыратын болсаңыздар, мына жерде қыздар айтып жатыр, теплый круг ең самый последний тіркелетін сияқты негізі дейді. Жоқ, олай емес. Ол сіздерге байланысты. Егер сіздер мысалы, айтып отырмын ғой, жаңағы бірінші күні мысалы 5 адамға звондап түсіндіріп айт. Пускай олар саған отказ жасай берсін, но сен звонда. Түсіндір, айт. Ішінде бір адам мысалы хотя бы ойланып отырған болса, ойланып, толғанып, может, жоқ дегенде, чат на троих жаса жібер лидеріңмен бірге. Лидеріңді қоста, сол жаңағы новичок, жаңағы өзінің таныс адамыңды қоста, сөйтіп чат на троих создавать ет. Яғни ары қарай лидерің сенің ол кісіні дажимать етіп, лидерің өзінің жеткен жетістіктерін айтып, ары қарай дажимать етіп тастайды. Сөйтіп тіркеледі қыздар. Потому что сіздер теплый кругты егер шақырмайтын болсаңыздар, теплый кругпен өте тез өсуге болады. Қаншама лидерларымыз бар тез өсіп отырған, иә. Бұл жерде енді сіздің өзіңізге де байланысты. Қаншалықты сенің өз таныстарының ортасында авторитетің бар, соған да байланысты. Қаншалықты авторитет бар. Авторитет бар ма, значит, саған адамдар уже тіркеледі, иә. Авторитетін төмендеу ма, значит, ол саған кішкене сенімсіздеу болуы мүмкін. Вот сол кезде чат на троих деген метод бар, иә, қазіргі таңда білесіздер. Сол чат на троихты ашып жіберіп, лидеріңізді қосып ары қарай істеп жіберсеңіз, уже лидеріңіз ары қарай енді қанша дегенмен лидеріңіздің лидер болып отырған өзінің бір орны бар ғой, енді қанша дегенмен әйтеуір бір білетіні бар, жасағаны бар, жеткені бар. Сол жеткен мүмкіндіктерін ол кісі уже ары қарай басқаларына түсіндіріп айта алады. Енді осы рекрутингтің әдісі, дальше біздерде рекрутингтің әдістері, бұл таныс адамдар именно, иә. Бірінші таныс адамдар дедік. Екінші бұл метод рекомендация дегеніміз таныстың танысы дейміз, иә. Таныстың танысына шығудың көптеген әдістері де бар. Таныстың таныс адамына шығудың жаңағы чат на троих создавать етсе болады. Немесе лидер ретінде сіз
таныс адамыңыздың танысына просто звондасаңыз болады. Яғни бұл жерде енді сізге байланысты қаншалықты сіз үлгере аласыздар. Бірақ қыздар, күніне кем дегенде 10 чат на троих создавать етуге тырысыңыздар. Күніне кем дегенде 5 адамға созвон жасауға тырысыңыздар. Бұл сіздердің жұмыстарыңыз. Рекрутинг, адам шақыру бұл сіздердің жұмыстарыңыз. Дальше үшінші метод бұл дегеніміз Инстаграм, жеке брендті дамыту дейміз. Оны да көп айтам, мен өте көп айтам. Жеке брендті жақсылап тұрып дамыту керек қыздар. Жеке брендті дамытпайынша сіздер дейтін ертеңгі жылы, мысалы 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін сіздерге келетін адам болмай қалады. Ал сол кезде сіздер мына қазіргі таңда дамытып, жеке брендті, Инстаграмды дамытып, сол жерді әдемілеп, суреттер салып, сторис түсіріп, пост жазып, сөйтсеңіздер, онда 1-2 жылдан кейін сіздерге келетін адамдар табылады. Сіздерге қазір подписать етілген адамдар, мысалы ертең сіздер бір саяхатқа барған кезде қытырлатып тіркеле бастайды сіздерге ше. И вот сол күнге жету үшін қазірден бастап сіздер подписчик жинау керексіздер, гифтарға қатысу керексіздер. Үшінші бұл дегеніміз төртінші бұл дегеніміз продукцияға шақыру керек адамдарды. Продукцияға шақырыңыздар. По-любому бізде 90% адам ол потребительдер. 10% адам ғана бизнесті алып кетеді ары қарай. Поэтому продукцияға шақырдыңыздар, әсіресе wellnessқа шақырыңыздар. Wellnesстің жақсылап тұрып, wellness өнімінің отзывтарын айтып, жақсылап тұрып мақтай берсеңіздер, кешеде кім айтып жатыр ғой, Лаура сабақ өткізді, сол жерде де айтып жатыр, кәдімгідей ДЦП бала аяққа тұрды деп жатыр. Енді қандай керемет мүмкіндік, ДЦП бала аяққа тұрып жатса біздің өнімдерімізбен. Неужели сіздер сол wellness өнімдерінің басқа да сіздердің де таныс адамдарыңыз бар ғой, жаңағы 300 адамның ішінде неужели бала шағасы жоқ адамдардың барлығынан? Бала шағасы бар ғой. Ал адам бала шағасы үшін алады өнімді. Бала шағасы үшін алады всегда. Өзіне алмаса да, но бала шағасына ауырмаса екен деп, ол ата-ана всегда соңғы тиынын салса да алады. Сондықтан да сіз сол продукцияларды айтыңыздар, ұялмаңыздар. Первый очередь айтып отырмын ғой, ұялу деген қасиетті алып тастаңыздар. Егер сіздерде ұялу деген қасиет тұратын болса, ол сіздерге деген блок тұрылған, көтерілуге деген блок былай қойылып тастаған. Сондықтан ол сізді ешқайда жібермейді ары қарай. Дальше таргетинговый реклама дейміз. Таргетинговый рекламаны да қазір қолданатындар бар. Автобаронка дегенді қолданатындар бар. Оны да күтіп отырмаңыздар. Оны да ізденіңіздер, қараңыздар. Көптеген неше түрлі ютубта да толып тұрған сабақ бар. Менің спонсорым айтпады екен маған деп отырмаңыздар. Егер сіздер осы компанияға келдіңіздер ма, онда сіз өзіңіз жауаптысыз, өз жаңағы неңізге, бизнесіңізге. Ешкім жауапты емес, өзіңіз ғана жауаптысыз. Сондықтан сол өзіңіз бар күшіңізді салып, ары жаңағы газды басып тіркелгеннен кейін барыңызды салып Таиландқа өтуге қазіргі таңда жұмыстаңыздар дегім келеді. Тағы да бірнеше әдістер бар. Осы рекрутингтің барлық әдістерін қолданатын болсаңыздар, онда сіздерге 8-ші рекрутингтің әдісі бұл, когда адам сіздерге просто өзі жазады. Мен сізге Oriflame компаниясына тіркелейін деп едім деп. Қандай керемет, маған мысалы осындайлар қазір көп жазады. Олар маған қайдан жазады? Олар маған Инстаграмнан жазады, который мені 1 жыл, 2 жыл сыртынан қадағалап, аңдып отырған адамдар жазады. Сізді 1-2 жыл болды аңдып отырғаныма, тағы да бірнеше лидерларды аңдып отырдым, сонымен сізді таңдадым деп жаңағы маған таңдау жасап жатады. Енді приятно же. И сондықтан да бұл методқа жету үшін, бұл әдіске жету үшін, әрине ол үшін алдымен өздеріңіз рекрутингтің басқа методтарын алып жүру керексіздер. Жеке брендті дамыту керексіздер. Таныс адамдарды ұялмай шақыра берулеріңіз қажет. Мен де таныс адамдарды шақырған кезде, қыздар, мен таныстарым маған барлық отказ жасады басында шақырған кезде. Сосын өзімде де бір ұялшақтық болды. Маған сол кезде біреу айтса ғой деймін ғой, лидерларым айтса ғой, мысалы, Тамара, таныс адамдарыңды шақыр, ешкімнен ұялма, шақыра бер. Шақырған адамдардың ойланып отырса, онда мен чат на троих создавать етіп, жаңағыдай ол кісімен сөйлесіп берейін дегендей қылып айтса, сол басынан бастап бірнеше адам тіркеліп кететін еді маған. Мен оларға өзімнің ұялшақтығым бар, өзімнің бір сенімсіздігіммен до конца түсіндіріп айтып бере алмадым да.
сол менің қателігім болды. Вот қазіргі таңда чат на троих методымен сіздер өздеріңіздің лидерларыңызбен чат на троих методын создавать ете аласыздар. Сондықтан сол методты қолданыңыздар, өздеріңіз айтыңыздар, ұялмаңыздар. Сіздер оны жұмысты үйтіп Oriflame'да жұмыс істеп жатырмын дегенге айтқанға адамдар сізді тіптен жаман қылып жерге түсіріп тастамайды. Көпшілігі ойлайды да, ой, Oriflame'да істеп жатыр ма деп, ой, Oriflame'да істеп жатыр ма деген ой кетеді ма дегенде. На самом деле сіздер просто диванда жатып алып, екі аяқты көтеріп алып, телевизор қарап жатырған жоқсыз ғой, самое главное. Сіз іс-әрекет жасап жатырсыздар, қимылдап жатырсыздар, жұмыс жасап жатырсыздар, я болашағымды жақсартамын деп жұмыстанып жатырсыз. Поэтому бұл жерде кім не айтса да, самое главное, сіз өзіңізге өзіңіз сенімді болу керексіз. Не үшін ол жұмысты жасап жатырғаныңызға. Енді мен қазір енді қонағымызды шақырайын. Ортамыздағы сенбейді қыздар. Просто айтып отырмын мен сіздерге, сенбейді деген сөзді алып тастаңыздар. Өздеріңіз сеніп тұрсаңыздар, звондаған кезде, созвон жасаған кезде, кеше Якуба деген жаңағы тренер созвон бойынша қандайма 3 сағат бойы керемет сабақ өткізді. И сол сабағында қаншама нелер айтты, я? Сенің бүгін настроениең жоқ болып тұрса да, сен созвон жасаған кезде керемет эмоциямен, керемет жаңағы көңілгемен, жаңағы интонациямен звондау керексіздер, қыздар. Жағы звондап алып, осылай мен Oriflame'ға тіркеліп бердім, давай Oriflame'ға тіркел деп емес, именно эмоциямен. Қандай керемет мына компанияның, мен мына компанияның беретін мүмкіндіктері өте көп, тек талай тек бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Өздеріңіз айта беріңіз. Сол кезде ол адам сол эмоцияға даже қызығады. Сіздердің мына іштегі қайнап тұрған неңізге қызығатын болады ол адам. Состояниеңізға қызығатын болады. Жақсы қыздар, енді мен қонағымызды шақырайын. Қазір жаңа кешірек дайын бастап кеттік. Әлі де алдағы уақытта осы рекрутинг әдістеріне келетін боламыз. Самое главное, мен қазіргі таңда просто сіздерге осы адам шақыру керек екенін, әсіресе теплый кругты ұялмай шақыру керек екендеріңізді айтқым келеді. Сіздердің айтып отырған сенбейді, жағы ұяламын, жағы ой, Oriflame ба деп айтады. Оның барлығы қыздар работа с возражениями деген сабақтарда бар ғой, работа с возражениями деген. Сенбеймін деп айтса не айту керек, ой, Oriflame деп айтса не айту керек. Соның барлығы сол сабақтарда бар. Сондықтан сіздер оның барлығын қараңыздар, үйреніңіздер, оқыңыздар. Сенбейді сарғайып отыра берсеңіздер, сіздерге келіп, ешкім бұл жерге жүгіріп келіп, ой, Oriflame'ға сен астыңа тіркеле қояйыншы деп жазғанын күтесіздер ма? Олай болмайды. Қайырлы күн баршаңызға. Қайырлы күн, жаным, қалың қалай? Керемет, жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Қалай күндеріңіз өтіп жатыр? Бүгін жексенбі күні. Керемет. Бүгін енді тікелей эфир өткіземін дегенде светіміз де өшіп қалып жатыр, мына жақтан, но сонда да бой бермей, жоқ, тікелей эфирға шығуымыз керек деп. Бүгінгі айтын қабыл болсын дегім келеді. Бірге болсын. Баршаңызға тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Жылдан жылға тек аман-сау Рамазанға жете берейік. Келесі Рамазанға бай болып жетейік. Амин. Гүлданка, енді өзіңді таныстырып өтсең, Oriflame'ға дейін, Oriflame'мен қандай сатыдасың, қалай келдің дегендей. Есімім Гүлдана, жасым 35-те, 2 баланың анасымын. Маңғыстау өңірінің тумасымын. Атыраудың келіні, қазіргі таңда Орал қаласында тұрып жатырмын. Oriflame'ға келгенге дейін негізгі мамандығым фельдшер-акушер, 10 жыл медицина саласында выездная бригадада фельдшер болып жұмыс жасадым. Сертификат, болмаса квалификация дегеннен түр-түрі бар менде. Былай айтқанда, жұмысымның майталманы болдым деп айтсам да болады. Бірақ бір баладан кейін екінші баланы босанып үйде отырғанда екі қолға бір күрек қажет болғасын. Қалай болғанда да бір үйде отырып, тек азаматыңның табысына бар зейініңді қойып, азаматыңның табысына көзіңді сүзіп, өйтіп-бүйтіп, жаңа іш киімге ақша сұрағанша, бір өзім бір нәрсемен айналысайын деген ойда келдім. Басында сенбеушілік, қорқыныш, это не мое деген менде де болды. Бірақ әр әйел қалай болғанда да Oriflame'ға тектен-текке келеді деп ойламаймын.
біз Москва елінде болғанда сол жерде ресейлік лидерлер айтқан болатын, Oriflame-ға адам просто келмейді, Oriflame-ға Алланың бір сілтеуімен, Алланың бір қолдауымен, жол көрсеткенімен келеді дегенде мен түсінбейтін едім. Что за чушь несут мыналар деп, да? Действительно, ол уақытта мен жаңадан келген уақытым, даже жаңа өзімнің күмәнім ішімде көп, бір өсіп келе жатырмын, бірақ прямо Oriflame-ді дәл бүгінгідей қатты жақсы көріп кетеді. Еді ол кезде. Сол кісінің айтқан сөздерін қазір ұғып түсініп отырсам, астарында бір үлкен мән жатыр екен да ол сөздің. Действительно, Oriflame компаниясы Алланың маған берген бір үлкен сыйы, Алланың маған берген бір үлкен қолдауы деп түсінемін. Компанияға келгенде, менде негізі көп кісілерге айтамын, компанияға келгенде бір келгеннен кейін нәтиже көрсетуге тырысып жұмыстан барыңыз салсаңыз, сіздің қолыңыздан келетіні сөзсіз. Келіп алып жаңағыдай сенімсіздіктің жетегінде жүре берсеңіз, жаңа көп эфирде жазып жатыр, көп адам сенбейді деп. Сіз өзіңіз сенбейінше, сізге ешкім сенбейді. Өзіңіз айтқан сөзіңізге уверенні болмайынша, сізге ешкім сіздің айтқан сөзіңізге тіптен сенімсіздік ұялатады. Сіздің сөйлеген даусыңызда жаңа айтып жатыр ғой, интонация деп. Одан бөлек айтатын дүние, астын сызып тұрып айтатын дүние, сіз компанияның бірде-бір продукциясын оқымай, осындай эфирлерге қатыспай, болмаса өтіп жатырған командалық чаттағы сабақ, көп кісінің қателігі WhatsApp-та отырады ғой, командалық жаңағы біздің чатымызда, даже сол жерге жіберген ақпаратты оқымайды. Сол ақпаратты оқымағанның да көп кері әсері жетіп жатырады адамға. Жарайды, сіз YouTube-қа кіріп сабақ қарамай қойыңыз, бірақ чаттағы жіберілген ақпаратты міндетті түрде оқыңыз. Ол жерде даже осы каталогта бір духиді алсаңыз, келесі помадың сыйлыққа келетіні де айтылады. Это самое элементарное, что вы можете узнать біздің командалық чаттан. Просто айтқым келеді, қыздар. Соның барлығын сіз оқымасаңыз, қарамасаңыз, басқа адамға ақпарат беру сізге тіптен қиын болады. Сіз өзіңізге сенімсіз боласыз. Сондықтан сабақ оқымай, ештеңені қарамай, айта кет, мен Oriflame жасайтын едім, типа сен маған керексің, давай тіркел деген ол болмайды. Мен чайник алайын деп едім, маған үшінші адам жетпей тұр, давай сен тіркел деген болмайды ол, қыздар. Сіз мына компанияға келіп отырсыз. Значит, тек сіз өзіңіз пайда табу емес, өзге адамға да пайда табудың бір жолын көрсетуші. Осы компания менен жаңағы ана тіпті әлі тіркелмеген адамның ортасына бір жол салушы, көпір жалғастырушымын деп өзіңізді қабылдап, дәл солай өзіңіз эмоцияға беріліп, өзіңіз жақсылап тұрып ақпарат беретін болсаңыз, ол кісі қайда барады, тіркелмей, тіркеледі ғой. Мен өзімнің опытымнан білемін. Мен настроением жоқ, көңіл күйім болмай, біреуге ақпарат берсем, ол адам 100% тіркелмейді. Ал менің көңіл күйім, қалай да осы адам тіркейін қазір, қалай да осы адам менің ключевойым болады деген настрой болса, сол адам однозначно солай болады. Ол тікелей маған байланысты, яғни тікелей сізге байланысты ол. Ол 100%. Мен айта берсем болады ма сіз? Айта бер. Жалпы компанияға келгенде басында мен қасиетім бір анадайда жауапкершілікті бірінші орынға қоямын. Мен сен бір сұрақ қояйын, я? Мен жаңа бірнеше әдістерді айтып жатырмын, рекрутингтің әдістері деп, я? Солардың ішінде именно қай методымен сен өзің тіркелдің Oriflame-ға? Сен Oriflame компаниясына тіркелдің, продукциясына тіркелдің бе? Или компанияның мүмкіндіктеріне тіркелдің бе? Ең басында компанияға қандай себеппен тіркелдің десем болады? Мені тіркеген Камешева Гүлшат деген, ол кісіні тіптен танымаймын. Инстаграм желісінде ол фаберлікпен айналысатын, халат сататын, іш киім сататын. Үйде отырған анамын ғой. Не бітіресің жаңа инстаграмадан тек шұқи бересің, ана жұрттың өміріне қызық. Мен айтпаймын, мен жаңағы мүсәпір болып өмір сүрдім деп Oriflame-ға дейін. Шүкір, азаматым тапты. Бір комнатта үйде тұрдық, обставлено, бар жағдай болды менде. Бірақ әйел адам өзінің қалтасында бір кішкене тиын тебені болмаса, әйелде өзіне деген сенімсіздік пайда болатын 100%. Келіншектерге айтқанда айтады: ой, у меня есть муж, он мне ни в чем не отказывает. Вы не врите, вам отказывает ваши мужья.
отказывает. Ол саған мә деп 30 мыңның көйлегін саған алып бере қоймайды. Бір жеріңді шымшиды, сөзбен шымшиды, анамен шымшиды, сосын барып алып береді ғой. Просто сондай кезде менде болды өмірімде. Сөйтіп жүргенде, жаңа Гүлшат ханым маған все время өзін фабриканы ыдыс-аяқ жуатын, сондай предлагать ететін әкеп тұрды да айтты: Гүлдана, я больше не работаю в фабрике деді. О, неге деп едім, менде деген Oriflame деген компанияға келіп жатырмын, прямо с такой гордостью айтады. Менің жаңағы қыз ұлымның класстасының мамасы Тамара деген келіншек, осы Оралдікі миллион зарабатывает Oriflame дейді. Ішіме ойлап тұрмын ғой, енді бетіне айтқан жоқпын, что за чушь несешь деген ой болды менде. Сосын жаңа инстаграмасының ссылкасын берді. Мен андаймын да, любой, мен емес, любой әйел көрсе қызар ғой, көрсе қызар любой әйел. Олақта жаңағы Гүлшат ханым машина жүргізеді за рулем, и мен қызығатынмын, ана машина айдайтынына қызығам. Любой әйелдің жаңағы менің күйеуім бағып жатыр, менің күйеуім асырап жатыр, я вот такая вот женщина деген любой әйелдің кеудесінде бір арманы болады жасырынып жатырған. Соған қызығып тұрып, жаңағы көлік айдайтынына қызығам, Гүлшаттың әдемілігіне қызығам, всегда ухоженный приходит, сонысына қызығам мысалы. Сөйтіп келген болатынмын Гүлшат ханымға. Сол күні тіркелдім, қолымда навычный коробкасы бар, плюс 30 жаңағы экологен маған ұсынды, аузы ашық, мен алғым келген жоқ. Сол күні тіркелдімде компьютерге отырдым, өзім заказым жаңа экологенге салдым. Былай қарасаңыз, просто автоматым барлығы болып жатыр да. И жаңа үйде уборныйға кірдімде Тамара ханымның инстаграмасына суреттерін көрдім, әдемі суреттерін. Қызығатындай жаңа Тамара ханым айтып жатыр ғой, личный брендті дамытыңыздар, инстаграма желісін дамытыңыздар. Сол инстаграма желісі көп затқа негізі себепкер да. Сіз көп ағайын тума, қазір бір-бірінің үйіне есік қақ болмаса телефон шалып қалайсың деп сұрамайды қал жағдайды. Инстаграмадан қарайды, сен қандай өмір сүріп жатырсың, не ішіп жатсың, не киіп жатсың, қайда барып жатсың, барлығын инстаграма желісінен бақылап, сол жерден лайк қойып, сол жерден комментарий құтты болсын айтады. Это қазіргі заманның адамдармен араласу тактикасы, бір өмірдің ағымы қазір сондай болып кетті да. Сондықтан личный брендті айтады. Сол жерден мен Тамара ханымның әдемі фотоларын көріп, кішкене селт кетті, андай әйелдік бір болады ғой, көрсе қыздарлығым селт кетті де, мен телефон соқтым Тамара ханымға, қалай жұмыс жасаймын деп едім, адам тіркеу келмейді. Қой дедім, мен қолымнан адам тіркеу келмейді дедім. Тамара ханым айтты: олай болса сіздің қолыңыздан келмейді бұл жерде жұмыс жасау. Я же говорю, я львица, маған біреу сенің қолыңнан келмейді, сен жасай алмайсың деген сөз менің прямо намысыма тиеді. Менің намысыма тиеді. Не болды? Ай, Алла, сабыр бере көр маған. Барыңшы ана жаққа, жағын. Жағын есікті, барың. Содан айтқым келеді, қыздар, жаңағы сөйтіп жүріп Тамара ханым бір ауыз сөзі мені орнымнан тұрғызып жіберді. Қалай адам тіркеп кеттім, қалай айналама айттым. Менде андай болған жоқ, менде бір мынадай болған жоқ. Компанияның продукциясын білмесем де, менің сенімділігім болды. Менің жаңағы қайсар мінезім болды. Қалайда мен осы жерден бірдеңе шығаруым керек. Жаңағы сөз сүйектен өтеді дейді ғой, сенің қолыңнан келмейді деген сөздің өзі мені бірталай жерге алып барды. Осындай компания бар екен, осындай ақша бар екен, осындай косметика бар екен, осындай крем бар екен, давай тіркел. Вот, жаңа Тамара ханым айтады ғой, сен адамдарыңнан, айналаңнан адамдарыңнан жақын туғанның арасында авторитетің қандай? Шүкір, менің авторитетім керім болмаса да туған сіңлілеріме әлім келеді. Соғамда давай баста, давай жаса. Өзім ештеңеден хабарым жоқ, бірақ бір ұшып тұрған уверенность бар менде. Уверенность, ол мен қалайда осы жерге бірдеңеге жетем деген да. Сөйтіп келген болатынмын, сөйтіп тіркелген болатынмын. Енді айдар. Жаңағы сосын енді қалай адам тіркеймін, қалай жаңағы жасаймын дегенде реклама бар деді, таргет деп айтты. Ол уақытта 15% менеджермін ба, сол ақша салып таргетке қатыстым. Сонда какой-то бір азғантай адреналин деген программа болды. Сол уақытта жаңа 2 адам тіркейсің, солар чаттан өткізесің, отрывтау деген болды ғой, 25 мың, 20 мың теңге түседі. Кабинетінде бір
Иә, қазіргі бонус сияқты. Сонда 35 мың теңге бар. Тіптен ешкімді танымаймын. Ата-енемнің үйіне барып отырмын Атырауда. Бұрын соңғы Гүлдана жаңағы келгенде үйдің ішін тырнай беретін, жуа беретін, всегда ата-ененің көңілін тауып, солардың не деп қалар екен, қой орнымнан тік тұрайын, орнымда анадай ғой бір өзің с тобой управляют другие люди. Солар отыр десе отырасың, тұр десе тұрасың. Сондай Гүлдана бірінші рет ата-енесінің үйіне барғанда телефоннан түскен жоқ. Мне не было важно, что они скажут тогда. У меня была одна цель — открыть звание директора. Жаңағы келеді кісілер рекламадан нөмірімді алам, сол жерден телефон соғам. А знаете, я работаю в такой компании Арифлейм. Арифлеймнан мен уже тіркелгеніме аз уақыт болды, менде 35 мың теңге ақша бар деп аузым толтырам да. 35 мың теңге ақша бар. Сонда адамдар тіркеледі. Адамдарға сол жерде түсіндіремін жұмыстың уақытын. Және менің козырым мындай болды. Давайте подарок аласыз. 2 адам тіркеңіздер, 2 адам тіркесеңіз осындай сумка аласыз, осындай сағат аласыз деп жұмыстандыратын едім. Потому что менде алып бара жатқан табыс жоқ, ол жерде жұртқа айтатын. Сөйтіп жұмыстандырып, сөйтіп команда өсірген болатынмын. Және де менде мынадай болатын, қыздар, сіздерде бір жаман қасиет бар, айтайын да. Бір күн жасайсыз да, 5 күн демаласыз да. А когда я звание директора открывала, вот я утром садилась, вот осылай отырамын жабысып. Сол жерден кешке бір тұратын едім, арасында жүгіріп барып балдарымды тамақтай салам, болды. Жаздың күні күн сықиып тұрғанда, ана терезе ашық тұрғанда, балалар шулап атқанда, мен балдарым қақиып телевизордың алдында отыратын еді, одан өлген бала жоқ. Одан өлген менің балдарым шүкір дін аман қазір. Ауада жұтып жүр, басқасында жұтып жүр, бәріне де жетіп жатыр. Көп аналардың қателігі былай да. Мен баламды без внимания оставляю Арифлеймға келіп. Зачем детям твое внимание, когда олар тәтті тамақтарын алып бере алмасаң, үстіне көк көйлегін балдарымен кигізе алмасаң, сенің внимание неге керек? Немен тойдырады сенің айналайын балаңды? Тойдырмайды қазіргі баланың сенің айналайын сөзің тойдырмайды. Қазіргі балалар чупа-чупсқа алданбайды. Қазіргі балалар өскен сайын, мектепке барған сайын, айналасын көрген сайын бір жақсы бір телефон ұстағысы келеді. Жақсы бір үйірмеге барғысы келеді. Жақсы бір каратеге қатысқысы келеді. Қазіргі балалардың әңгімесі сол, мектепке барып келгенде, жаңағы садикке барып келгенде айтатын әңгімесі сол. Сенің айналайыңа үштігі бар қазіргі балалардың. Басынан сипайсың ғой, туған шешесі болғасын, махаббатың ұрып тұрады, қалай болғанда да Арифлейм жасап тұрды да сен үлгересің маңдайынан сипап, айналайынды айтып. Бірақ қазіргі балаларға, қазіргі сенің бала шағаңа ол айналайын сөз аздық етеді. Құрметті қыздар, сіздерге айтарым, естеріңізге сақтаңыздар. Мен айтамын да, сол уақытта мен сөйтіп тапжылмай жұмыс жасағанның арқасында мен қазір байымын. Сол кездегі шыдамдылығының арқасында мен Аллаға шүкір деймін қазір. Қазір үйде отырып, бір нефтяниктің табысын тауып отырмын. Кешегі соңғы жалақым 374 мың теңге болды. Ол, я думаю, каждый бір апта сайын 125 мың теңге табыс тауып отыр екенмін. Сол уақытта сынбағанның арқасы, сол уақытта әркімнің сөзін елемегеннің арқасында, сол уақытта командама үйретейінші, жарай тамағымды артынан ішерім, осы адамдар түсіншіші, табысқа келіп отыр ғой деген қыздарым. Қазір Аллаға шүкір табыс алып отыр, 21 күн сайын рахмет айтады. Тағы бір айта кететін дүние, қазір карантиннің уақытында ешкім сыртқа шықпай-ақ өмір сүрді ғой, балалары ауа жұтпай-ақ деймін да. Сол уақытта ауа жұтпады, менің балдарымның вниманиесі қалды деп мен отырғанда, сол 42.500 теңгеге тәуелді болып отырған. Бұрында балаларына ауа жұтып, сыртта өсек айтқан келіншектердің қатарында болатын едім. Бар надеждам 42.500 теңге болатын еді. Мен айтамын ғой, әр эфирде айтамын, әрбір қызға ой салғым келеді. Мысалы, менің азаматым табыскер жігіт. Табыскерлігін қайтейін, егер де кеше 3 марттан бері көрмесек, сол жаңа жұмыс орнында жатып, бірде бір отбасына бір тиын аудара алмаса, мені асыраған кеше карантин уақытында Арифлеймнің ақшасы. Мен, міне, мысалы азаматым Аллаға шүкір келе жатыр, бірақ әлі үйге келе ма, келмей ма, одному Богу известно. А вдруг изоляция жабыстырып тастайды оны. Опять Арифлеймнің ақшасы. Изоляцияда жатқан адам маған қалай ақша жібереді? Ол бір қыздар, просто мен сіздерге айтқым келеді.
Даже ол жұмыстан келе жатқанда мен алдына счетты бүйтіп үйіп қоймаймын. Гүлдананың үйінің коммус лагасы давно жабылып тұр аймай сайын. Себебі Гүлдана Арифлеймда жұмыс жасайды. Әкеме көмек көрсете аламын. 21 күн сайын витамин алып бере аламын. Мен айтамын да, менің байым 10 жерден бай болса да, менің байым 10 жерден миллионер болса да, Арифлейм болмаса, мен әкеме әр 21 күн сайын 30 мың, 40 мың, 50 мың, 21 күн сайын витамин алып бере алмас едім. Күні кеше зарплатымнан 100 мың теңгені ойламастан әкеме аудардым. Айтыңызшы, қандай бақыт. Арифлеймға келгенде дейін шешеме барғанда базарда 1800 теңгенің тапчикасын сұрағанда алып бере алмай едім. Арифлеймнің арқасында қазір әкеме еш қиналсыз 9 мың теңгенің витаминін, еш қиналсыз 21 күн сайын 30 мың, 50 мың, кеше соңғысында 100 мың теңге ақша аудардым. Менен ақылды, менен бай әйел жоқ. Арифлеймға вовремя келіп, Арифлеймда жұмыс жасап отырған. Сіздер де ақылды болыңыздар, сіздер де бай болыңыздар Арифлейммен бірге. Мен айтарым осы қыздар, еркекке сенгенше екі босағаңа сен дейді. Менде шүкір бәрі бар. Тамара біледі, қыздар біледі, мен қалай тұратынымды, астында көлігім де бар екен, бәрін біледі. Ішкенім алдында, ішпегенім артында. Бірақ мен Арифлеймді менде бар екен деп, жалтып алып қалауым қарап, қойшы, зачем мне Арифлейм деп отқан жоқпын. Ал сенің үстіңде үйің болмаса, сенің астында көлігің болмаса, сенің балаң жұрттың баласын кигенді кие алмайтын болса, сенің балаң тәттіні алып бере алмайтын болсаң, етегіңе жабысып, мама, купи мне это тот дегенде, былай тұршы, ақша алғанша отыр деп балаңнан бетінен қағатын болсаң, неғып сен Арифлеймді жасамайсың деймін да? Неге жасамайсың деп, мен любой қыздың прямо басын ашып, ішіне құйғым келеді, осы информацияны жаса, ақылды бол, қалма көштен деп та. Потому что сен 8 сағаттық жұмыста, сенің байың қанша жерден тапса да, сен әкеңе, шешеңе ештеңені бөліп бере алмайсың, айтайын. Сен қалаған көйлегіңді кие алмайсың. Қаншама саған мейлі безотказ берсін, ол ертең шұқылап бір жеріңді тигізеді. Еркектер дірел ғой, олар бір күні болмаса бір күн көтеріліп айтатын айтып тастайды. Вот сол уақыттан сенің жүрегің кірлеп кетеді кәдімгідей. Сондай жағдайға өткізбес үшін Мира деген ханым жазып жатыр. Сонда кешке дейін телефонмен отырсаң, кешке дейін телефонмен отырсаң, не тәрбие бересің қазіргі балаларға? Тәрбие дұрыс, ақша да керек, бірақ бірінші отбасын ойлау керек дейді. Мына жерде сен жауап бере ғой. Мен жауап берейін. Құрметті серіктестер, балаға тәрбие деген не? Балаға тәрбие деген мынау сен өзің. Сен нәйім өсек айтып жатсаң, сен өсіп келе жатырған балаң дәл соны қабылдайды. Сіз мысалы жатып алып үйде азамат тек ақша тапсын дейтін болсаңыз, сіздің балаңыз дәл солай қабылдайды. Ертең сіздің қызыңыз соны қабылдап дәл сондай болып өседі. Моя мама не работала, значит, я тоже должна быть домохозяйкой дейді. Сіз мына баланың айнасысыз. Сіз не жасансаңыз, сіздің балаңыз соны жасайды. Тағы да айтамын. Сіз Арифлеймда мейлі орнынан көтерілмей отырып жұмыс жасасаң да, сен баланың басынан сипап айналайынды айтасың. Это же не значит, что сен тәрбие бермей жатырсың. Это же не значит, что сен балаңа бүйтіп айтпайсың ғой. Бар, мә, фильмді қарада сол, или жаман каналды қосып бересің да, соның ішінде бар жатып қара демейсің ғой. Сен балаңды уақытымен тамақтандырасың, потому что сен 8 сағаттық жұмыста емессің. Аллаға шүкір, міне, извините за выражение, сідік шаптырым жерде сенің кухняң тұр. Сідік шаптырым жерде сенің балаңның комнаты тұр. Жүгіріп барасында, маңдайынан сүйесің, жүгіріп барасында, жаңағы тамағын бере қоясың. Это не значит, что сен тәрбие бермей жатырсың. Ол тағы да бір әйелдің сылтауы да, жаңа Мира ханымның сылтауы. Ана Арифлеймді жасасы келеді, бірақ қойшы осы маған не керек дегенде өзіне сылтау тауып алып отыр да. Тағы да не тәрбие беріп жатырсың. Аллаға шүкір, 2 балам тәрбиелі. Шүкір. 2 балам. Осы жерде айта кетейін дегім келеді да, біздің топ-1 20 жыл бойы топ-1 болып отырған, бүкіл по всему миру топ-1 болып отырған лидерларымыз бар. Тамила Полежаев пен Владимир Полежаев. Екі қызы бар, я. И сол балалардың дүниеге әкелген кезде, сол балалардың жаңағы ол кезде офлайн методы ғой, әдісі. Офлайн әдіс деген кәдімгідей қала-қалады аралап, үйде болмастан қала-қаланы аралап жүріп жұмыс жасаған. Сол кезде бала-шағаны көрместен. Сол кезде сол кісінің айтқан сөзі Тамила Полежаеваның. Мен
мен балаларыма ертегі айтпасам да, мен балаларымның болашағын ертегідей жасадым дейді. Ертегідей болашақ жасап бердім оларға дейді. Қазіргі таңда ол кісі Тамила Полежаева қазіргі таңда өмірден өтті. 2 қызы бар. 2 қызының тәрбиесі қандай? Енді көрдік қой біз Россияға, Москваға барған кезде қандай тәрбиемен, қандай сыпайылықпен, қандай прям жып-жылы, там прям сөйлесе бергім келеді. Ертегідей өмір сүреді. Өйткені ол кісі наследственно өзінің бизнесін осы 2 қызына қалдырып кетті. Қазіргі таңда сол кезде біз Москваға барғанда айтып жатыр. Не алып келсе де, не қай жерге барғысы келсе де, кеше просто так любой елге ол қыздар өздерінің балаларына қандай сол жағы жоғары дәрежеде бүкіл мүмкіндікті жасап отыр. Сол балаларына мүмкіндікті барын жасап отыр. Яғни немерелеріне. Поэтому сіздер мына жерде қазіргі таңда ақша жоқтықпен өмір сүрсеңіздер, сіздердің балаларыңыз да дәл солай. Қайталайды соны. Это нормально деп ойлайды. Мені әке-шешем жалданбалы квартирада тұрды ғой. Мен соны көріп өстім. Значит, это судьба, это нормально деп қабылдайды бала. И жаңағы Келіншекке тағы да жауап бергім келеді. Мен орнымнан тапжылмай отырсам да, Аллаға шүкір, қазіргі таңда менің балаларым әр айына 35-40 мың теңге төлейтін керемет үйірмелерге барып жатыр. Ал сен балаңды сыйлап-сипап отырғанда бар жағдайды жасап отырсың ба? Мен просто любой Келіншекке қатты айтқым келеді. Жаңа орнынан сілкініп тұрса екен деймін да. Просто былай ғой қыздар, келіншектер, сіз қазір жасамай қалсаңыз да Oriflame өшіп қалмайды. Сіз жасамай қалса да Тамараның, Гүлдананың структурасы құлап қалмайды. Әңгіме ода емес. Әңгіме сіздің өміріңізде, әңгіме сіздің балаңыздың болашағында. Действительно, қанша жерден ақша керек емес, барыма шүкір, алдында ішер асым бар ғой, шүкір ғой дегенде де әңгіменің тұқ етері ақшаға келіп тіреледі ғой. Тұқ етері ақшаға келіп тіреледі на самом деле. Сосын қазір енді біздерде толықтай жұмыс интернет арқылы болғаннан кейін по-любому 24 сағат біз балаларымыздың қасындамыз. Мен де мысалы анамын, иә, маған да квартира, мана басында айтып жатырмын, маған да квартира алу керек болды. Сол кезде мен мысалы таңертеңнен кешке дейін отырып жұмыстан басам, мен 1 жылдың ішінде квартира ала алмас едім. Әлі күнге дейін квартирамды жалдап жүретін едім. Ал мен ол нарын еді, ол квартираны жалдап квартираға жүрген. Ал қазіргі таңда өздерінің бөлмесі бар. Өздерінің қалаған уақытында тұрып, қалмаған уақытында ойнай алады, спокойно, өздерінің бөлмесі бар. Поэтому жаңағы 24 сағаттың ішінде 24 сағатты бөлетін болсаңыздар, қыздар, сіздер 24 сағатты просто алыңыздар да бөліп қараңыздар. Неше уақытты сіздер баланың тәрбиесіне бере аласыздар, неше уақытты жұмысқа бөле аласыздар. 24 сағаттың 8 сағатын ұйықтап, қалған сағаттың ішінен 8 сағатты жұмысқа арнайтын болсаңыздар, әр жағында сіздің бала-шағаңызға да тамақ пісіріп қонағыңызды күтуіңізге 6-7 сағат қалады. Осымен прямой эфиріміздің уақыты бітіп жатыр. Өте керемет прямой эфир болды. Алдағы уақытта тағы да Гүлдана ханымды тағы да алдағы уақытта шақыратын боламыз. Тағы да қабыл болсын баршаңызға. Рахмет жаным. Тіке айтып біраз адамды сілкіндіріп аласың. Сол сөзіңізді бөлейінші, көп кісі былай түсінеді да, ой, ана грубая, ана такая деп. Нет, әңгіме ода емес, дос жылатып, дұшпан күлдіртіп айтады дейді. Сізге жаны ашымайтын адам айтады, отыра бер, кредитке батып өмір сүре бер, балаларың дәл соны қайталасын дейді. Oriflame'де бір жақсы шынайы жанашырлық бар. Oriflame'да болсын дейді. Тұр, орнынан жүр, қолынан ұста, кеттік, дұрыстап тұрып бизнес жасайық, балалардың болашағын жасайық. Жата берме, нәйім дейді да, просто. Ұзын сөздің қысқасы, кім қалай қабылдайды ғой? Рахмет шақырғаныңызға. Давайте, қабыл болсын баршаңызға тағы да. Давайте каталогтың соңғы аптасы, бір аптада бар күшімізді салып жұмыстанайық. Oriflame компаниясымен армандарды орындайық. Сондықтан сіздерге айтарым, жаңағы қазіргі таңда беріп отырған мүмкіндік бұл үйде отырып интернет арқылы жасау, бала-шағаларыңыздың қасында отырып жасау, сондықтан сол мүмкіндіктен айырылмаңыздар. Гүлдана ханыммен мысалы мен Oriflame'ға дейін таныс емес болсам да, қазіргі таңда мысалы Oriflame'ның арқасында жақын туысынан да жақын араласып кеткен адамдардың бірі. Сондықтан да осындай көптеген ауызбіршілікпен жұмыстана отырып, көптеген жанына жақын адамдарды да табасың.